Миллионер Қытай жігітіне тұрмысқа шыққан арудың оқиғасы 2 бөлім. Сол түні бүкіл денем ауырып, сырқырап шықты. Ата-анамды ойлап түнімен жылап шықтым. Әкем тірі болғанда ғой. Анам кетпейтін еді. Мен толыққанды отбасында өз үйімде өмір сүрер едім. Мүмкін інім, сіңілім болар еді. Жалғыз болмас едім. Деп басыма неше түрлі ойлар келді. Тіпті бұлай өмір сүргенше қораға барып асылып қалсам бекен деген ойлар да болды. Менің жазығым не еді? Өмірімде бала болып шоколад, альбени, феоферизат, балмұздақ алып жегенім бе? Өз анам мені аямағанда бұл кісілерге не деп өкпелеймін? Деп өз-өзімді жұбатып, әрі қарай өмір сүріп жаттым. Қатыгез ата-апамның қолында өссем де өте зерек, пысық болып бойжеттім. Сабақты да жақсы оқып 9-шы сыныптан кейін ешкімді тыңдамай өз күшіммен қалаға колледжге оқуға түстім. Сөйтіп күз айында сабақ басталғанда студент атанып қалаға оқуға кеттім. Осы кезде кен тыныстап адам сияқты ауа жұттым десем де болады. Құдды бір тар қапастан шыққандай болдым. Күз келіп қоңыр салқын леп есіп қала көшелеріндегі ағаштардың жапырақтары алтын түске еніп менің ішкі күйіммен үйлесіп тұрғандай еді. Қыш-қыш қайнаған қала өмірі менің жетім жүрегіме бір серпін бергендей болды. Бала күнімде көрген барлық қиыншылықтарым, жазықсыз жапа шегіп таяқ жеген күндерім артта қалды ғой. Енді мені мұнда жарқын болашақ күтіп тұр, деп кеудемді белгісіз бір қуанышты сезім кернеп, армандап, алдыма белгілі мақсат қойып, бар ынта-ықыласыммен оқуға ден қойдым. Тек өзіме ғана сену керек екенін жақсы түсінетінмін. Өз тамағым мен киімімді табу үшін сағат түскі 3-ке дейін оқуда болсам, сабақтан кейін әртүрлі жұмыстар жасай бастадым. Официант, кассир, продавец, ыдыс жуушы, тағы да әртүрлі салада жұмыс жасап жүрдім. Сондай-ақ демалыс күндері әл-ауқаты жоғары отбасылардың үйін тазалап, жап-жақсы ақша таба бастадым. Өз оқу орнымның жатақханасының бір бөлмесінде 3 қыз болып тату-тәтті тұрып жаттық. Сабағымды оқып, жұмысымды істеп, уақытта зымырап өтіп жатты. Күз кетіп, қара жерді ақ ұлпа қар басты. Мен оқуға түсіп, тар қапастан бостандыққа шығып, елмен емін-еркін араласып, жұмыс істеп ақша таба бастағалы, жан-жағыма да ерекше көңіл бөліп, табиғаттың әр мезгіліне қуана қарайтын едім. Осындай қыстың бір түнінде жатақхананың жылы бөлмесінде көрпеге оранып алып ұйықтап жатқанымызда түнгі 11-лер шамасында есіктің тарсылдаған дыбысынан оянып кеттік. Мен орнымнан атып тұрып жарықты жақтым да, есікті ашсам, ар жағында өзімізге таныс апайлар келіп тұр екен. Бір кезде жатақхана тәрбиешісінің артқы жағынан «Бұл бөлмедегі қыздар түгел ме екен?» деп форма киген өте тартымды, аққұба, бойшаң келген, қасы көзі қап-қара, толыққанды, қара шашын артқа қарай қайырған, сымбатты бір жігіт алға қарай 2-3 қадам басып шыға келгенде, тұла бойым шымырлап кеткендей бір түрлі түсініксіз күйгендім. Сөйтсек, ол біздің колледжге жаңадан тағайындалған инспектор екен. Ол да маған қарап тоқтап қалды. Екеуміздің жанарымыз түйісіп қалғанда, бір-бірімізді ұнатып қалғанымызды сол сәтте-ақ сезген едік. Осы уақытқа дейін маған колледждегі біраз жігіттер ғашық болған еді, көңіл білдірген де еді. Алайда менің жүрегім ешкімге селт етпеген. Содан сол күннен бастап жаңадан келген инспектор жігітті колледжде, асханада, жатақхананың ауласында жиі көріп, кездесіп қалатын болдық. Оны көргенімде аяқ-қолымнан әл кетіп, жүрегім дүрсілдеп, ерекше бір күйге енетін болдым. Ол да маған сондай бір ғашық көздерімен қарайтын. Осылай жүргенімде қыс бітіп көктем келді. Жер ақ көйлегін шешкен арудай сыланып, құлан таза болып шыға келді. Көктем көрінісі көзді арбап, көңілге нелер қилы ой салатын ең бір жақсы шақ қой шіркін. Құстар да көбейіп, ертеден кешке дейін ағаштан ағашқа қонып, мәз-мейрам болып шықылықтасып, бір тыным таппайды. Осы көктеммен бірге маған да белгісіз бір үлкен сезім қатар келді.
әлде қайдан алыстан ерекше бір хабар күткендей үнемі елегізіп тың-тыңдайтын едім. Ұшар құстай үркектеп айналама жалтақтап қарай беретінмін. Түні бойы пердені ысырып қойып, кірпік қақпастан терезеден аспанға қарап, болашағымды көз алдыма елестетіп, тәтті қиялдарға берілетінмін. Ол қиялымда мені өзіне ғашық еткен сымбатты да кербез инспектор жігітті ойлайтынмын. Қалыңдық көйлегін киіп, қаланың қақ ортасындағы мейрамханалардың бірінде болып жатқан өз тойымды көретінмін. Мен сондай бақытты қалыңдық болып, инспектор күйеуім екеуміз ортада вальс билеп жүргенімізді ата-апам мен көкем, жеңгем және күндес әпкем, мына қыз әлі пысық екен ғой, қалаға келе салып мынадай сымбатты жігітке күйеуге шығып жатыр, деп таңдана қарап тамашалап отырғандарын көз алдыма елестететінмін. Сөйтіп ғашық болып тәтті қиялға беріліп жүргенімде инспектор жігіт менің телефон номерімді жанымдағы құрбымнан сұрап алыпты. Телефон арқылы танысып, хабарласып, сөйлесіп жүретін болдық. Осы кездері көктем табиғаты секілді менің де бар болмысым жанарып, құлпырып бара жатқандай едім. Ақша бұлттардың үстінде қалықтап жүргендей күй кештім. Өз-өзіме қарап жақсы киініп, әдемі болып жүруге тырысатын болдым. Ата-апама деген ренішімді де ұмытып, 2-3 айда ауылға барып тұратын болдым. Бала кезімнен қаншама ренжітіп, ұрып соқса да, мені бағып өсірді ғой, деп барған сайын пакет-пакет азық-түлік тәттілерімді алып баратынмын. Сондай-ақ несиеге кір жуғыш автомат машинка, апама жаңа ұялы телефон алып беріп, балаша қуантып едім. Осылай ата-апаларыммен қарым-қатынасым дұрысталып қалды. Ғашық болған инспектор жігітім маған көңілін білдіргенде, мен де оған кетәрі болмадым. Сөйтіп екеуміз қыз-жігіт болып кездесе бастадық. Ол маған ерекше қамқорлық танытып жүрді. Бұл күндері біз екеуміз өз қылықтарымыз үшін ешкімге есеп берген жоқпыз. Бастықпаған асу жастық шақ нені бұйырса соны орындадық. Біз үшін сол сәттерде тек махаббат қана жер дүниені жеке билеп тұрғандай болатын. Осынау жасыл аспанның астында біз де бір кезек дәурен өмір сүріп жатқандай едік. Бірақ махаббаттың бал шарабын басымызға көтере сіміргенде түп жағында не жатқанын мен сезген жоқ едім. Махаббаттың тәтті шарабына мас болып, көздерім одан басқаны көрмей, жүрегім тек сол деп қана соғып тұратын. Екеуміздің махаббатымыз жайлы ешкім білмейтін. Осы уақытта ауылда маған құда түсіп жатқандар болды. Апам күнде хабарласатын. Мен жігітіме, «Жан, маған ауылда құда түсіп айттырып жатыр екен. Екеуміз үйленейік те, қашанғы бұлай жүре береміз?» деп едім. Жігітім, «Біраз шыдай тұршы, мен тойға қаражат жинап алайын», деді. Мен оған сеніп еш алаңдамай жүре бердім. Осылай жүргенімізде уақыт деген зымырап өте берді. Мен 3-ші курсты аяқтап, енді 1 жылдан кейін диплом аламын деп қуанып жүргенімде, басым айналып, жүрегім айнып, денсаулығым болмай қалды. Бұл жағдайыма аса мән бере қоймадым. Өйткені өзімнің гемоглобинім өте төмен болатын. Кей кездері осылай мазам қашып ауырып қалатынмын. Осы уақытта практикада жүрген кезіміз болатын. Содан бір күні кабинетте оқысып, жүрегім айнып шығып кеттім. Сонда тұрмыстағы топтың бір қызы артымнан жүгіріп шығып, жағдайымды сұрады. Мен осылай жүрегім айнып, асқа тәбетім тартпай, мазам болмай жүргенім жайлы айтқанымда, ол маған қарап тұрып, «Сенің аяғың ауыр емес па?» дегенінде төбемнен жай түскендей болды. Содан тезірек үйге қайтқан жасықтым. Жолай дәріханадан тест алып жатақханаға келіп тексеріп көрсем, 2 қызыл сызық шығып тұр. Аяғым ауыр екен. Бойымды қуанышпен бірге қорқыныш сезімі биледі. Содан ойымды жинақтап, қолыма ұялы телефонымды алып, инспектор жігітіме қоңырау шалдым. Сөйтіп едім, тұтқасын көтермеді. Біраз уақыттан кейін қайта қоңырау шалдым. Тұтқаны бір әйел кісі көтерді. Алғашында сасып қалғаныммен, кейін жігітімнің атын атап, шақырып жібересіз бе деп едім. Ол кісі оның моншада екенін, хабарламамды қалдыруын сұрады. Ал мен үндемей тұтқаны қоя салдым. Сонан кейін оған қайта қоңырау шалмадым. Әлгі әйел кім болады екен деген көкейімнен күмән кетпеді.
Ол да біраз уақытқа дейін маған хабарласпады. Іздеп те келмеді. Сонан мен не істерімді білмей дал болып жүргенімде күн суытып қыс түсе бастады. Ағаштардың басында қалған бірен-саран жапырақтар дірілдеп жаурап күннің көзін іздейтіндей. Мен де осы жапырақ секілді іштегі шаранам екеуміз қорғансыз жылу іздеп жабырқап жүрдік. Осылай жүргенімде колледжде жаңа жыл кеші болатын болды. Мен барғым келмеп еді, жанымдағы құрбыларым. Макош, жүрсенші көңіл көтеріп билеп бір сергіп қайтасын, деп болмаған соң оларға ілесіп кешке бардым. Сол кеште мені ұнатып жүрген жоғарғы курстың бір жігіті биге шақырып, екеуміз айнала толқып билеп жүргенімізде есік жақтан инспектор жігітім кіріп келді. Залға кіре сала мені бірден көрді, ал мен болсам оны байқамағансып билеп жүрген жігітіммен әңгімелесе күліп, ырғалып билей бердім. Көз қиығыммен инспекторға қарасам, түрі түтігіп, менен көз алмай тұр екен. Содан бір кезде басым айнала бастаған соң, жанымдағы жігітке: «Мейіржан, рахмет, мен қайтамын, мазам қашып тұр», деп едім. Ол: «Мадина, ауырып тұрсан таксиге салып жіберейін бе?» деп еді. Мен: «Жоқ, қажеті жоқ, уайымдама, өзім кете беремін», деп қош айтысып залдан шығып, гардеробтан киімімді алып, сыртқа шығып жол жиегінде такси ұстап тұр едім. Артымнан: «Мадина, тоқташы!» деген таныс дауысқа жалт қарасам, инспектор жігітім екен. Жаныма жүгіріп келіп, қолымнан ұстап: «Жүр көлікке, өзім жеткізіп саламын», деді. Мен: «Қажеті жоқ, өзім кетемін», дегеніме де болмай, сүйрегендей көлігіне алып отырғызды. Сөйтіп көлігін оталдырып, тыныш бір көшенің бойына тоқтады. Мені сағынғанын айтып, құшып сүйіп жатыр еді. Мен оны тоқтатып, қолын ішіме апарып қойдым. «Жан, менің аяғым ауыр, сенің балаңды жүрегімнің астында көтеріп жүрмін». Жалғасы бар.